рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Екі сериалға түсіп актермын дейді. Бұдан да сұмдық тағдырларға куә болдым мысалы. Қазақ тілі қазір кішкене ақсап тұрғанын жасырмаймын. Актерлардың уақыты жоқ. Әншілер де мысалы кино түсіріп жатыр. Образ жасайтын деңгейге жету керек. Бұл жер менің ата жұртым. Қалай болса да маған ренжімеңдер. Қандай қиыншылық болса да шыдайсыңдар, бәріне көнесіңдер. Өйткені бұл сендердің отандарың. Оралмандағы Сапарқұлдың образы, өзіміз айтып отқандай, бұл өте қиын кейіпкер деге десеңіз болады. Кішкентай мынандай кішкентай бала кезінен соғыстың ішінде соғыс көрген бала. Бала кезінен. Енді ол фильмнің барысында болмады, сценарий негізі болған. Кейіннен фильм енді монтаж кезінде алынып тасталды. Сонда жаңағы Сапарқұлдың айтатын сөзі бар. Мен кішкентай кезімде ауғанға соғыстың кезінде енді Құндызда болған оқиға ғой, Құндызда болдым дейді. Сонда совет әскерлері, жаңағы орыстары бар, басқасы бар. Мені кішкентай бала болғаннан кейін өзім сүйкімді кішкентай бала болдым дейді. Мен шақырып алады дейді. Шақырып алып, мен ойнайды дейді. Мен солармен ойнаймын дейді жаңағы. Сөйтіп ойнап отырып, мен олардың ортасында жаңағы минама бірдеңе қойып кетемін дейді. Сөйтіп мен оларды жарып жіберемін дейді. Сондай кездер болды дейді. Көрдіңіз бе? Сондай қан көрген, кәдімгі кішкентай бала кезінде сондай өскен бала ол. Жанұямызбен осылай дастархан басында отырған кезімізде тура біздің үйдің төбесінен келіп жаңағы бомба келіп түсті дейді. Сонда көз алдымызда бүкіл семьямыз қырылып қалды дейді. Мен дейді, атам қалды, содан кейін жаңағы қарындасым қалды дейді. Бір отбасынан үшеуміз аман қалдық дейді. Сонда жаңағы Ауғанстанда жаңағы әскери қызметін өткерген сол ауылдың әкімі ғой, Ержан Түсіпов ойнаған жаңағы кейіпкер. Сонда айтады, сонда екеуміз бір-бірімізден соғысқа болып шықтық қой дейді. Көрдіңіз бе? Екі қазақ Ауғанстанда соғысқан болып тұрмыз ғой дейді да сонда. Сонда айтады, жарайды дейді. Мен дейді, Сапарқұл айтады, менің жаңағы кейіпкерім айтады. Мен дейді, сол Құндыздағы өзімнің кішігірім қазақ ауылым, өзімнің жерім үшін соғыстым дейді. Ал сен не үшін соғыстың дейді. Сен не үшін соғыстың дейді. Сонда она ойланып қалады. Кім үшін соғыстың дейді. Сонда она ойланып қалады. Шынымен деме, кім үшін, не үшін соғыстың дейді. Сапарқұл сондай үлкен сындардан өткен, әбден кәдімгі, былайша айтқан кезде аштықты да, тұшыны да бәрін көрген жігіт қой. Сонда жаңағы атасының, әкесінің бір ауыз сөзі, туған жерге қайткенде біз жетуіміз керек дейді. Сол жаңа айтқан, былайша айтқан кезде бұл жердегі Сапарқұлдың осы фильм барысында арқалаған жүгі өте ауыр. Өте ауыр. Яғни, бұл жерде бірінші әкенің сөзін жерге тастамау, отан сүйгіштік, патриотизм, осындай тақырыптар көп, егер саусақпен санай берсеңіз. Сонда әкенің сөзін жаңағы жерге тастамай арқалап отырып, үлкен қиыншылықтармен Қазақстанға жетеді. Балам, мынау қазақтың жері ме? Ата, бұл қазақтың жері. Қазақстанға келгенде енді бірен-саран жағдайлар көрсетіледі. Сонда жаңағы кішкене болған қиыншылықтарға шыдамай әйелінің айтатын несі бар. Енді әйелі сол ауғанның қызы ғой. Сонда айтады, атам айтқан керемет жұмағың қаяқта дейді. Атам өліп атқанда тіпті
жер қойнауына тапсыратын кезде ешкім келіп көңілінде сұрамады дейді. Қаяқта сенің жұмағың осы ма дейді, кетейік қайтадан елімізге дейді, Ауғанстанға дейді. Сонда айтады, жоқ дейді. Атам айтқан, әкем айтқан, менің кіндік қамған жеріміз осы, тамған жеріміз осы, бұл біздің туған жеріміз, біз бұл жерден енді кетпейміз дейді. Сөйтіп, ақыр аяғында енді ана қыз да керең болып қалған ғой, соғыстан. Керең болып құлағы естімейді, тілі байланып қалған, сөйлемей қалған. Соны Қазақстан жеріне келген кезде, соны енді өзі фильмнің аяғында оптимистік үлкен бір әдемі немен бітеді. Қыз ән айтып отырады. Әйелі бала көтермей қалған, әйелі бала көтереді Сапарқұлдың. Сондай бір жақсы бір әдемі немен аяқталады. Менің аяғым ауыр. Бұндай жағдайларды осы уақытқа шейін мен көп оқыдым. Бұндай жағдайларға өз көзіммен талай куә болдым. Бұндай жігіттердің басынан өткен бұндай тағдырлардың. Бұдан да сұмдық тағдырларға куә болдым мысалы. Сондықтан да мен үшін Сапарқұлдың рөлі бір жат, бір басқа планеталық адамды ойнайтын деп айта алмаймын. Өйткені жаңа өзім айтқандай, бұл тақырып мен үшін былайша айтқан кезде дайын тақырып десек болады. 90-шы жылдарда алғаш біздің жаңағы Қытайдан келген қандастарымыз бізбен бірге оқыды. Темірбек Жүргенов атындағы. Енді ол кезде театр және көркемсурет институты болды ғой. Сонда келіп бізбен бірге оқыды. Алғаш сонда оралмандарды көргеніміз сол болды. Солармен жаңағы біте қайнасып, әңгімелесіп, солардың сол жақтағы туралы әңгімелерін естіп, анау-мынау олардың тұрмыс тіршілігі туралы біраз. Одан кейін де қаншама мысалы оралман жігіттермен, қыздармен сырласып, сапарласып болып жүрміз. Сондықтан да бұл бір жат тақырып деп айта алмаймын. Актерларға көп ауыртпалық түседі ғой. Күннің суығында да актерлар жүреді, күннің ыстығында да актерлар жүреді. Сол екі ортада мысалға актерлар өзінің рөлі бар, басқасы бар, оның барлығын қоса есептегенде актерға артылатын жүк ауыр ғой кинода. Жаңа өзіңіз сұрағандай бір оралманның өзінде мысалға күннің суығында, Балқашта кәдімгі көлдің үстінде, қатқан мұздың үстінде түсірілді. Түсірілімнің көбісі жерде болды. Балқаштың желін қосыңыз оған. Сонда мен айтамын, ғана экранның бұрышында ана жерде қанша градус суық болған жазып қойса қойшы екен деп көрермендер түсініп отыратын. Енді бір қарасаң, экранда сол көрген суық, сол кездегі аяз түк білінбейді. Енді кинода мысалға сол далада түсірілген әсіресе түсірілімдерде күннің суығында мысалға ол бір-ақ рет бір дубльмен ғана түсірілмейді ол кино, ең қиыны. Бірнеше дубль түсіріледі. Соның бәріне актерлар енді төтеп беруге тура келеді. Жақында ғана қайтыс болып кетті менің әкемді ойнаған Есім ағамыз мысалға 80-де жасы. Бізбен бірдей жүрді. Сол суықта да, тау таста да жүрдік, жаяу жалпы. Анда да мұнда да жүргенде сонда бізбен бірдей жүрді. Енді жатқан жер жайлы болсын. Енді Есім ағамыз қиналмай жүргенде біз енді күн суық қой, бұл қалай болады деп айтқанымыздың қайсы болатын болды бір жағынан. Екінші жағынан, жаңа өзіміз айтқандай, творчество болғаннан кейін, бір бастап, бір рөлге бір қадам бастап кіріп алғаннан кейін, соның қызығына, киноның қызығына түсіп алғаннан кейін, жаурау, қалтырау, күнге кию деген мәселені көбіне көп ұмытылып қалады. Яғни олар екінші, үшінші планға кетіп қалады. Ең бастысы өнер жасау. Ең бастысы толыққанды кейіпкер жасау. Актер әбден бір сөйлеуге түсіп, өзін өзі егер өзгертпесе, штамп содан пайда болады. Жаңа өзіміз айтып отырған сахнада да, кинода да штамп ойнаудан басталады. Актер, мен айтып отырмын, ойын, ойнамау керек, өмір сүру керек деп. Штамп, егер де актер экранда жаңағыдай ойнайтын болса, онда штамп пайда болады. Ойыннан, айтқан кезде біртіндеп сол штампқа қалай түсіп кеткен білмей қалуы мүмкін. Ал егер де актер сол өзінің жаңа өзіңіз айтып отқандай кейіпкердің жан дүниесіне байланысты өмір сүретін болса, ол актер ешқашан штампқа түспейді. Кейіпкер, характер дейміз, сосын мынау образ деген сөзге өте абай болу керек. Мен қазір осыны жиі айтып жүрмін. Қазір мынау енді жаңа өзіміз айтып отқан жеңіл-желпі жаңа шоуларда болсын, неде болсын көбіне көп. Мен осындай бір адамның образын жасаған кезде деп сөйлейтін сондай интервью беріп отыратын жігіттер бар.
сонда өзінің айтып отқан сөзіне ол мән беріп отқан жоқ. Образ деген ол кәдімгі үлкен терең ойдан, үлкен кәдімгі басы бар, аяғы бар, ортасы бар, үлкен дүниеден жасап шығарған үлкен бейне образ деген. Яғни кәдімгі жұрт сүйсініп қарайтындай үлкен образ ол. Анда ол образды мен жасап тұрған кішкентай ғана мынандай кейіпкерін образ деп айтуға не имеет права. Образ жасайтын деңгейге жету керек. Ол мүмкін баяғыда жетіп, сол образды деңгейден өтіп кетуі де мүмкін, жасап қою мүмкін ертеректе. Одан кейін ол образ жасалмауы да мүмкін. Актер образды жасайтын деңгейге жету керек. Міне актердің шеберлігі сонда. Түсіну керек. Образ деген бұл актердің өміріндегі ең былайша айтқан кезде апогей деп айтуға болады. Актер деген ол қандай профессия екенін түсінбейді де ол. Екі сериалға түсіп актермін дейді. Әнші, сызықшы актер деп қойды. Мен ызаланамын. Неге ол әншіден кейін сызықшы актер болып тұру керек? Өйткені ол оқымаған, бірақ сонда бір-екі сериалға түскенде ол актер болып шыға келген. Мен тіпті бір-екі журналмен айқайласқанда оған редакторлар кешірім сұраған менен. Кешіріңіз, бұл біздің қателігіміз деп. Актер деген өзінің қолында диплом болу керек біріншіден, екіншіден ол театрда ма, кинода ма бір үлкен өзінің жасаған жұмысы болу керек. Мен айтамын, мына театрдың сахнасында терін төгіп бір-екі роль ойнаса, көрсе, содан кейін ол қалса қалды, қалмаса ол актер емес. Актер деген үлкен мамандық, ол профессия. Оны бір әншілікке қосып жамап қоятын нәрсе емес ол. Жолдан қосыла салатын нәрсе емес актер деген. Мынау болады екен деп жетектеп кете беретін кішкентай бала емес қой актер деген. Бізде мысалға енді аптасына демей қойын, айына ең құрғанда мысалға 4-5 спектакль ойнаймын мысалға өзім. Оның барлығы мен үшін үлкен тренинг. Мен үшін өзім шындап тұруыма, өзім формада ұстауыма, менің ойлануыма, ой жүйеме, физикалық дене тұрқымның дұрыс сақталып тұруына, ашқан кезде болттарым босап кетпеу керек мысалға менің. Бір орында қалып қалмауым керек. Әр рөлге түскен, мысалға театрдағы әртүрлі рөлдер мысалға. Әр рөлде сол рөлге байланысты өмір кешуің керек, соның барлығына дайын жүресің. Сондықтан да актерға уақыт жоқ, ол музасын шақырып отыратын. Міне қазір кешке қарай спектакль, сен мені таңертең бастап сол спектакльдің сөзін қайталайсың, баса ол таңертең емес, сен бірнеше ертең 5 күн бұрын ойнайтын спектакльдің 5 күн бұрын сен іштей уже дайындықта жүресің. Сөзіңді қайталайсың, мизансценаларды ойша есіңе түсіріп жүресің, одан кейін партнерларыңды ойлайсың, әріптестеріңді, одан кейін мына сахнада былай жасасам, ана жол былай көрдім, енді былай көрсем қалай болады. Ой көп. Сондықтан да актер ешқашанда муза шақырып отыратын актердің уақыты жоқ. Мен жаңа айтып отқан сөзім басында айтқанымдай, актер қашанда кәдімгі тренингте жүру керек. Қашанда қандай рөлге болмасын, қандай рөлге салса да дайын жүру керек актер. Көптеген жаңағы сценаристер, сценарий жазғыштар осындай мәселелерге келген кезде бір өзінің сценарийіне қадалып отырып алатындар болады. Ол меніңше өте дұрыс емес нәрсе. Нұрлан Санжардың өзі айтады. Бүкіл Нұрлан Санжардың жазған сценарий бойынша түсірілген фильм ғой. Қарап отырсаңыз, Сәбит Құрманбекпен мен Нұрекеңе өте ризамын. Режиссерға бергеннен кейін, қолына сценарий ұстатқаннан кейін, ары қарай ол режиссердің жұмысы, ол сценарийді қалай құбылтам десе өзі біледі. Осы мәселеге келген кезде мен Нұрлан ағаға өте риза болдым. Сәбит аға фильмнің былайша айтқан кезде енді 90% демейін, 70%-ке сценарийді ауыстырды. Көбіне көп жаңағы действиеге, сөзден көрі жаңағы көбірек жаңағы ойға түсіру мәселесін соларға келген кезде көп өзгертулер енгізді былайша айтқан кезде. Әрине Нұрлан ағамен, Нұрлан Санжармен келісе отырып, Нұреке, давай мына жерін былай қылайық. Мына жері мынаған ұқсап кеткен сияқты, мынаны былай қарай ауыстырайық деген сияқты. Енді көзімізше болды. Көзімізше. Енді мен ол жақсы болмаса, ол жаман болған жоқ. Комедия жанрда мен үшін енді алты жанр емес. Егер де кинода комедия жанрын шақыратын болса, мен бірден келісіп барар едім. Егер де әрине ол енді бірінші сценарийге байланысты. Бірақ енді мына телевидение саласында біраз комедиялық түсірілімдер жасадық кезінде. Енді кино саласында, профессионалды кино саласында мен енді комедиялық фильмдерге түскен жоқпын. Ондай фильмдерді бір-екі рет мені шақырды. Өзіңіз айтқандай сондай бір кішкене коммерциялық арзан
сценарий болғандықтан мен оқып шықтым да содан бас тартқаным рас. Бірақ енді комедия жанрында жазылған жақсы сценарий болса, жаңа өзіңіз айтқандай жақсы түсіретін режиссерлар болып жатса, әрине неге жұмыс істемеске. Комедия деген менің ойымша бұл жанрлардың ішінде ең қиын жанр. Ойнау көп. Комедияда ойнамау керек. Комедияда өмір сүру керек. Жалпы кинода, жалпы театрда ойнау деген ұғым қалыптастырған дұрыс емес деп ойлаймын. Өмір сүру керек сахнада да, кинода да, камераның алдында да өмір сүру керек актер. Енді комедия жанрында мен қазір айтар едім, осы белсене қазіргі жақсы көрініп жүрген жігіттердің біреуі ол менің курстасым Қуандық Шәкіржанов деген жігіт бар. Білмеймін, енді оған теңестіретін менде мысалы қазақ комедия жанрында кинода, енді сериал ұлттық түсірілімдер болсын, басқа болсын, ешкімді айта алмаймын. Күлкі, шоу жайлаған біздің елімізде негізі кішкене ойға жетелейтін, көрерменді кішкене ойға шақыратын, тереңірек психологиялық драмалар өте қажет. Көрерменнің соңынан ере беруге болмайды. Ол кино саласында да, театр саласында да көрерменнің жетегінде кетуге болмайды ешқашан. Әсіресе өзіңіз білесіз, оны мен ғана емес, жалпы баспасөз беттерінде де бәрі де айтып жүр, көзқарақты көрермендер. Жеңіл ырқыл-жырқыл, жеңіл күлкі көбейіп кетті. Білмеймін енді оның ар жағы не болатынын, бірақ көрерменнің талғампаз көрермендерден айырылып қалып жатырмыз. Терең күлкі, я болмаса астарлы күлкі, юмор, сатира деген нәрселер көп қой өзінің. Осындай категориялар бар ғой, солардың барлығын қазір аттап өтіп, қазір бір-ақ жанрға түсіп алдық. Ол той жанры. Яғни КВН-дік өлшем бірлікті қазір бәрі соны місе тұтып алған. Сол анау айтады, сосын айтқан сөзін айтады да, сосын көрерменге қарап шапалақ күтіп тұрады. Қол шапалақтайды, сосын екіншісі айтады. Көрермен қарап қол шапалақтап тұратын сондай бір деңгейге жетіп алдық қазір. Көрермен де соны күтіп отырады. Қазір мынандай сөз айтса екен, мынандай сөз болатын шығар деген сияқты. Менің ойымша бұл жақсылыққа апармайтын жол. Актер ретінде мысалға мен театрда спектакль қоя аламын. Актер ретінде мен мысалға кинода түсіруге болады мысалға да енді, бірақ режиссерлық мамандықты мен қатты сыйлаймын. Сондықтан да ондай нәрсеге көп барғым да келмейді, бара алмай да жүрмін. Әйтпесе мысалға енді спектакль қойсайшы, сенің енді мүмкіншілігің бар ғой деп айтушылар көп, сұраныс көп. Облыстық театрларда мысалға кейбір кездерде жаңағы біздің театрымызға келіп спектакль қойып кетсең деген ұсыныстар да болды. Бірақ мен білмеймін, әзірге өзімнің актерлық мамандығымның бір белгілі бір деңгейіне жетпейінше білмеймін, ол қандай деңгей екен өзім де білмеймін. Бірақ әлі режиссерлыққа бас қойған жоқпын. Енді ол киноға түсіріп жатқан енді жігіттер бар ғой, енді қыздар бар, жаңағыдай әнші болып жүріп, әншілер де мысалы кино түсіріп жатыр. Түсірсін, мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Бәрібір айналып келген кезде киноның деңгейін ең басты түсіріп алмай, көрерменнің деңгейін түсіріп алмай, жақсы профессионал тұрғыда фильм түсіріп алса, конкуренция ол енді, былайша айтқан кезде. Биылдың өзі қанша 100-ден астам, 161-ден кетеді ма? Жалпы Қазақстан бойынша сериал бар, бәрін қосқан соншама кино түсіріліпті мысалы бір жылдың ішінде. Бұл деген үлкен жетістік қой. Бірақ енді Ермек Тұрсынов айтқандай, солардың ішінен енді көрермен қабылдайтын алып, нағыз кәдімгі профессионалды көзқарасқа, яғни үлкен деңгейге жетсе, осының ішінде мынау көретін нәрсе екен, мынаның бәрі мусор екен деп жатса, сондай деңгейге жетсек, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Мен ешқашан көрген емеспін, жоқ, менің айтқаныммен ғана істейсің деген режиссерді көрген емеспін осы уақытқа шейін. Білмеймін, менімен бірге жұмыс істеген режиссерлардың барлығы келісе отырып, әрине сенің ойың жаңағы жасалып жатқан кинодағы бір кішкентай сахнада осындай деп көресің. Оның жақсы болуы мүмкін, жаман болуы мүмкін мысалы. Бірақ актер соны бойынан өткізіп, солай бір жасап көруге болады енді актерский былайша айтқан кезде. Дубль деп жатамыз мысалы. Бірақ негізі режиссермен келісіп отырып жасаған нәрсе жақсы болады.
Тіл мәселесінде кинодағы мысалға қазақ тілі қазір кішкене ақсап тұрғанын жасырмаймын. Кинодағы тіл мәселесінде де оған да өте абай болу керек. Шеттен келген көптеген тілдер кіріп кетті ғой біздің қазақ тілімізге. Бірақ соның барлығын актерлар ескеріп жүрмесе, сценарийде көбіне көп жаңағы енді орысша жазылған сценарийлер қазақшаға аударылған кезде сол қалай жазылды, солай тікелей аударылып кететін кездер болады. Ол түсінікті болғанмен, сөз аударылғанда түсінікті, бірақ мағынасын жоғалтады. Қазақи мағынасын жоғалтады. Профессионал актерлардың жөні бөлек. Профессионал актерлармен түскен кино бәрібір көрініп тұрады. Жаңа өзің айтқандай, нағыз маман актерлардың түскен фильмдері бәрібір көрініп тұрады. Ол енді әрине өзінің табиғатында, болмысында кәдімгі киноның актері болып туылғандар бар шынымен де. Кинода енді ол мәселелер бар. Бірақ бәрібір дегенмен де сауатты, дипломы бар кәдімгі профессионал актерлармен жұмыс істеген маған көбірек ұнайды. Экраннан тыс көрінбейтін қызметкерлерінен бастап, экранның алдында жүретін, кәдімгі мынау камераның алдында жүретін актерларға дейін бізге ответственность керек. Қазақ киносына қазір бүкіл жан тәнімен әрқайсымыз атсалысуымыз керек. Не үшін? Не үшін қазақ киносын бүкіл әлемге, шетелге таныту үшін? Кішкентай болса да, әйтеуір біз өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Бізге шіреніп тұратын уақыт болған жоқ әлі. Ол режиссерға да, ол актерға да, ол қайсысына болса да. Біз қазақ киносы әлі қазір іздену үстінде. Кинода негізі бірінші дубльде жасаған нәрсең физикалық тұрғыдан сен қимыл қозғалысың, сенің жаңағы әрбір қимылың, қимыл қозғалысың зафиксировать етті дейді ғой, соны есте сақтап қалуға тырысу керек негізі. Әрине бірінші дубль жетілмей тұрады. Одан кейін екінші дубльде мынаны былайырақ жасаған дұрыс болар ма еді. Ол монтажға, ертеңгі күні монтажға мәселесіне. Бәрібір бірінші, екінші, алғашқы дубльдер табиғи болады. Байқап отырсаңыз кинода алдыңғы ең алғашқы түсірілген дубльдер өте табиғи болып шығады, актерлық мәселеге келгенде. Ал одан кейінгі дубльдер жаңағыдай актерлар бірдеңе қоса бастайды, болмаса бірдеңе жетпей қалады. Басқа дубльдер жаңа өзіміз айтқандай табиғилықтан шыға бастайды. Яғни штамповацияда бастайды. Енді мен жалпы мен әкем айтатын, балам бір жерден көгересің деп. Бір жерден көгересің деп айтатын. Менің телевидениеде жұмыс істеуіме, мен жалпы танымал қылған телевидение, алғаш танымал қылған. Бізде 77 күн деген бағдарлама жасадық. Серік Аббасшах деген продюсеріміз болды, Арман Қарабаев деген режиссеріміз болды. Менімен бірге менің өнердегі ең жақын достарымның бірі, ағам, сырласым Бекжан Тұрыс. Телевидение болсын, кино болсын, бұл үшеуі енді бірмен бірі кәдімгі бір үлкен деңгейдегі өнер ғой. Бірақ менің сол киноға түсуіме де, теледидар арқылы елге танылуыма да бірінші себепкер болған ол театр. Актер ретінде елге танылғаныма да, актер ретінде киноға түсіп, кино өнерімен танысуыма да, дубляж жасауыма, қайсыны, дубляж деген үлкен өнер, мысалы, дубляжда бәленбай жыл жұмыс істедім. Қай өнерде жүрсем де, оның барлығының тамыры, негізі осы театрда жатыр. Мен үшін ең үлкен құдірет, ең үлкен өнер мен үшін ол театр.